Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен морковча салатының рецептісін ұсынамын. Бұл салатты мен бірнеше рецепт бойынша жасап көрдім. Ең сәтті әрі ең дәмді жол осы жолмен жасалады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен орташа көлемдегі 5-6 дана сәбізді қабығын ашып, тазалап аламыз. Шамамен 500-600 граммдай шығады. Енді осындай арнайы кәріс салатына арналған үккіштен сәбізімізді ұзыншалап өткізіп аламыз. Міне сәбіздерімізді осылай ұзыншалап өткізіп алдық. Енді үстінен 1 шай қасық тұз саламыз және де 1 шай қасық қантты саламыз. Одан кейін бізге 9% немесе 70% уксус қажет болады. Осы уксустан 2 шай қасық қосамыз. Енді барлығын қолымызбен кішкене баса отырып, сәбізімізді жақсылап араластырып аламыз. Енді біз салатымыздың заправкасын дайындап аламыз. Орташа көлемдегі үсті сарымсақты ұсақ етіп турап, оның үстінен 1 шай қасық толтырып паприканы саламыз. Одан кейін 1 шай қасық толтырып кориандр, одан кейін жарты шай қасық ащы қызыл бұрыштан қосамыз. Енді осының үстінен қатты қызып тұрған сұйық майымызды құйып, мен шамамен 50 граммдай қостым. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің салатымыздың заправкасы дайын болды. Біздің сәбіз салатымыз 15 минут тұрды. Енді дайындап алған заправкамызды құямыз. Заправкасын құйғаннан кейін қасықтың көмегімен араластырып шығамыз. Одан кейін қолымызбен барлығын жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін қалауларыңызға қарай осылай бір қиярды ұзыншалап турап қосып жіберсеңіздер де болады. Егер жоқ болса, қоспай-ақ қойсаңыздар да болады. Осымен біздің сәбіз салатымыз дайын болды. Біздің салатқа қосқан дәмдеуіштерімізді жақсылап сіңіп, салатымыздың дәмі тағы да біршама кіре түсу үшін тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып алсаңыздар болады. Өте дәмді керемет бола түседі. Осымен біздің кәрісше сәбіз салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео рецепт ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп, мені қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.